Жезқазған қаласында жаңа театр, спорт кешені, техникалық университет және балабақша салынады. Ал Сәтбаев қаласында жуырда емхананың құрылысы басталады. Бұл жобаларды Қазақмыс компаниясы қаржыландырады. Бүгін директорлар кеңесінің төрағасы Эдуард Огай мен Ұлытау облысының әкімі Берік Әбдіғали өзара ынтымақтастық жөніндегі екі жақты келісімге қол қойды. Здесь будет большой теннис. Жезқазған қаласының келешектегі көрінісі осындай. Дегенмен макеттегі тұрғын үй, балабақша және спорт кешенінің құрылысы жуырда басталады. Сондай-ақ музыкалық драма театр бой көтермек. Мәдени ошақтың 500 және 200 адамға арналған екі үлкен залы болады. Впервые Қазақмыс компаниясы басшысының қолдауымен Жезқазғанда бірінші рет заманауи театр салынайын деп жатыр. Бұл жай ғана театр емес, келешекте үлкен мәдени ошақ айналады деп сенеміз. Ол жерде спектакльден бөлек басқа да түрлі шаралар өткізілетін болады. Жоба бойынша бірнеше залы бар, балаларға арналған бірнеше үйірмелер жұмыс істейді. Өңірдің инфрақұрылымын дамытуға және әлеуметтік нысандарды салуға кететін қаражатты түгелде Қазақмыс компаниясы өз мойнына алып отыр. Меморандум аясында ерекше күтімді қажет ететін балаларға арналған екі бірдей орталық ашылады. Ал Сәтбаев қаласында жаңа емхананың құрылысы басталмақ. Сонымен қатар компания техникалық университет пен мемлекеттік рәміздер алаңын салуға қатысады. Шаруашылық суының сорғы станциясына жөндеу жүргізуді Қазақмыс компаниясы атқаратын болды. Жаңа облыстың құрылуы көптен бері шешімін таппай келе жатқан көкейкесті мәселелерге қозғау салды. Соның бірі коммуналдық сала. Қыс болса қыр астында. Көшелерді қардан тазалайтын көлік керек. Қазір жаңа техникаларды сатып алу жағын қарастырып жатырмыз. Жетпегенін жалға аламыз. Жылу мен қамту жұмысына да қатысты сұрақтар көп. Ол мәселелерді біртіндеп шешеміз. Қазақмыс компаниясы қолдау көрсететін жұмыстардың барлығы екі жақты меморандумда қамтылған. Алдағы жылдары 35 миллиард теңгеге 22 жоба жүзеге асады деп жоспарланып отыр. Ардақ Асылханұлы, Зарина Зұлпыхар, қорытынды жаңалықтар, Ұлытау облысынан.